Сәлеметсіздер ме? Біздің бүгінгі сабағымыздың тақырыбы карбонилді қосылыстар. Карбонилді қосылыстар дегеніміз құрамында карбонил тобы бар көмірсутектердің туындылары. Карбонил тобы дегеніміз R, C, қос байланыс O, мына жақта R штрих болады. Карбонилді қосылыстарға альдегидтерді, кетондарды және де карбон қышқылдарын жатқызады. Енді осылардың әрқайсысына жеке-жеке тоқталайық. Ең бірінші альдегидтер дегеніміз молекуласында карбонил тобы бар сутек атомымен және көміртек радикалымен байланысқан карбонилді қосылыстар. Яғни R, C мынау көміртек атомы мына жағында оттекпен, мына жағында сутекпен байланысады. Қараңыз, мына жалпы формуласы RCO мына қос байланысымен бар және мына R-ның орнында сутек атомы тұрады. Осындай қосылыстарды біздер альдегидтер деп атаймыз. Келесі кетон молекулаларында карбонил тобы екі бірдей немесе әр түрлі көмірсутек радикалдармен байланысқан карбонилді қосылыстар. Яғни мына жақта радикал қалады, мына жақта С қос байланыс О'мыз сақталады және мына жағында альдегидтерде сутек болса, мына жақта R штрих қалады. R мен R штрихіміз екеуі бірдей болуы мүмкін, немесе әр түрлі болуы мүмкін. Және де соңғысы бұл карбон қышқылдары, яғни молекуласында бұларда карбоксил тобы болады. Карбоксил тобы дегеніміз құрамында екі функционалдық топты, яғни карбонил тобын және гидроксил топтарын біріктіретін күрделі қосылыстар. Яғни міне С, мына жақта О, мына жақта OH. Міне көріп тұрғаныңыздай, мына жерде міне карбонил тобы бар және мына жақта гидроксил топтар бар. Екеуін бірге карбоксил тобы деп атайды. Неге біз бірақта мына жерде карбонил тобының құрамына қосып қойдық деген сұрақ туындайтын болса, себебі міне бана айтып өткенімізде карбонил тобы дегеніміз С қос байланыс О. С қос байланыс О сутекпен жалғанса, бұл альдегид болады. С қос байланыс О'ның өзі болса, бұл кетон болады. С қос байланыс О және де OH тобы болатын болса, бұл карбон қышқылдарына жатады. Енді осы жердегі гибридтену типі, мына карбонил тобы именно қосылған көміртекті алатын болсақ, қараңыз, SP2-ге тең болады. Қалай есептейміз? Мынау сигма байланыс, мынау сигма байланыс, мына қос байланыстың біреуі сигма, біреуі пи болады. Енді біздер айтатынбыз, гибридтенуді сигма байланыстардың санына қарай анықтаймыз деп. Бізде сигма байланыс 3, яғни 3 плюс мына көміртек атомында 1 байланыс, 2, 3, 4 байланыс, 4 электроны бар. Төртеуде байланыс түзуге қатысып тұр. Яғни жұптасқан электрондары жоқ. Яғни гибридтен 3-ге тең болады. 3-ге тең болса, оның біреуі S, қалған екеуі P2-ге кетеді. Яғни именно мына көміртектің гибридтенуі SP2-ге тең болады. Келесі енді номенклатурасына тоқталатын болсақ, бұл жерде именно альдегидтердікі келтірілген. Альдегидтерде жұрнақ аль болады. Қараймыз, мына бір көміртек атомы тұр ғой, бір көміртек атомы болса, ол яғни метан болатын еді. Метан атауына аль жұрнағын қосамыз. Метанальдың тривиалды дейміз, яғни тарихи атауы бұл құмырсқа альдегиді деп аталады. Келесін қараймыз. Мына COH тобындағы көміртек үнемі бізде бірінші көміртек болады. Мына жерде міне екінші көміртек, яғни екеу болса, ол бізде этан-аль болады. Этанальдың тривиалды атауы бұл сірке альдегиді. Келесі міне тағы да бірінші көміртек мынау, мына жақта тағы екеу бар, жалпы үшеу, яғни бұл пропаналь болады. Тривиалды атауы пропион альдегиді. Келесі міне біреу, мына жерде үшеу бар, барлығы төртеу, яғни бұл бутаналь болады. Бутанальды басқаша біздер тривиалды атаумен атайтын болсақ, май альдегиді деп атаймыз. Және де соңғысы бұл міне бірінші көміртек, мына жерде төртеу бар, барлығы бесеу, яғни пентаналь немесе валериан альдегиді деп те атайды. COH тобын қараймыз. COH немесе былай С қос байланыс OH деп жазайды. Егер ағылшын тілді кітаптарды қарайтын болсаңыз, олар CHO деп те жазады. Қай нұсқамен жазсаңыз да қате болмайды. Бұның барлығы альдегидтердің функционалдық тобы екенін білуіңіз керек. Енді қараңыз, мына COH тобындағы көміртек үнемі бірінші көміртек болып саналады. Егер метанальды жазғыңыз келсе, мына жерге қасына бір ғана H-ты қоса қоясыз. Неге? Себебі қараңыз,
мына көміртектен 4 байланыс шығу керек қой, міне 1 байланыс, 2 байланыс, мынау 3, мынау 4, иә. Значит, мына жерде басқа көміртек емес, бір ғана сутекті қосамыз. Егер CH10 мен жазатын болсаңыз, бұл жерде де жай ғана H болады. Егер сізге мысалға гексанальды жаз десе, гекса деген 6 деген сөз ғой, иә. Яғни мына COH-ын жазып аламыз. Енді санаймыз. COH-та бір көміртек қой, міне кетті. Енді 6-тан 1 алғанда 5, C5, яғни H 11 болады. Сонда осы жерден байқағаныңызда жалпы формуласы CN H2N плюс 1 COH деп алуға да болады. Бірақ мына жердегі тағы да айтам, метанальда болса, тек қана сутекті қосасыздар. Енді қараймыз, C7-ге жазып көрейік. Тағы да COH-ты жазып аламыз. Бір көміртек, бізде барлығы 7 болу керек, яғни 6 болады. C6 H13 болады. Келесі кетондардың номенклатурасына тоқталатын болсақ, кетондарда мына жұрнақ 10 болады, иә? Альдегидтарда аль, значит кетондарда 10 болады. Бұл жерде бана айттық, С қос байланыс О сақталады, мына жақтарда радикал болады дедік. Мына радикал мен мына радикал бірдей болуы мүмкін, немесе әртүрлі болуы мүмкін. Бірдей етіп алатын болсақ, мына 1, 2, 3 көміртек, иә. Мына жақта СО, яғни кетондардың ең бірінші мүшесінің құрамында 3 көміртектен болу керек, кем дегенде. Мына жақта H бір байланысы бар, 3 жетпейді, 3 қоямыз, мына жақта тоже 3 қоямыз. Мынау метил радикал, яғни атауы диметил кетон болады. Немесе 1, 2, 3 пропан 10 болады. Осы пропанонның тарихи атауы ацетон деп аталады. Кәдімгі біздер қолданатын бояуларды кетіретін ацетонды формуласы осындай. Егер мысалға С қос байланыс О, мына жақта С, мында С болатын болса, мына қос байланыс О бар көміртек сол жағына жақын, яғни мынау бірінші болады, мынау екінші, үшінші, төртінші, иә, мында H3, мында H2, мында H3, яғни ұзын тізбекте 4 көміртек. Бұл бутанон 2 болады, себебі мына СО байланыс екінші көміртекте тұр. Келесі изомерлеріне тоқталатын болсақ, ең бірінші альдегидтерге тән изомерлерді қарастырамыз. Альдегидтерге көміртек қаңқасының изомериясы және де класс аралық изомерия тән. Көміртек қаңқасы дегеніміз, яғни мұны ұзын тізбегімізде 3, 4, 5 былай болатын болса, мына жақта COH, иә? Мында 4 байланысы түгел, мында H2, мында H2, мында H2, мында H3, иә? Яғни бұл бізде 1, 2, 3, 4, 5 пентан аль болады. Енді көміртек қаңқасының изомерін жазған кезде ұзын тізбекте біз 4 көміртекті қалдырамыз. OH және де мысалға үзіп алған көміртегімізді мына жерге жалғап қойық. Сонда мұнда H3, мұнда H2, мұнда H болады. Бірінші, екінші, үшінші, төртінші. Сонда 2 метил бутан аль болады. Бұл бізде тағы да айтам, көміртек қаңқасының изомериясы болған. Келесі класс аралықты қарастыратын болсақ, класс аралық изомерде жалпы формулалары бірдей болу керек деп айтатын болатынбыз. Яғни альдегидтер мен кетон бір-біріне класс аралық изомер болып табылады. Мысал ретінде пропанальды алатын болсақ, яғни 1, 2, 3 көміртек, мұн жақта OH, мұнда H2, мұнда H3. Және де мына жерде пропан 10 алатын болсам, мұн жақта H3, мұнда H3 болады. Яғни санайым, екеуінде де 3 көміртек, мұны 1, 2, 3 көміртек, мұнда да 1, 2, 3 көміртек. Так, сутек санын санаймын, 3, 5, 6. Так, мұнда 3, 3, 6, екеуінде де 6 ау. Оттек саны екеуінде де мұны 1 оттек, мұны 2 оттек, екеу. Яғни екеуіндегі құрамы бірдей болып тұр, құрылысы әртүрлі болғанмен, яғни екеу бір-біріне класс аралық изомер болады. Келесі қарастыратындарымыз бұл кетондарға тән изомерия. Бұл жерде де көміртек қаңқасының изомериясы болады және карбонил тобының орналасу изомериясы болады. Және де үшіншісін жерге жазбадым, себебі класс аралықты біз альдегидтерге айтқан кезде қарастырып кеткен болатынбыз.
Енді ең бірінші көміртек қаңқасының изомериясын қарастырайық. Мысалға 1, 2, 3, 4, 5 көміртек деп алатын болсақ, және СО топты мына жерге орналастыратын болсақ. Мынау көміртегіміз бірінші, мынау екінші, мынау үшінші, төртінші, бесінші болады, иә? Енді мына жақта H3, мынада байланыс толық, мында H2, H2, мынау H3 болады. Бұған көміртек қаңқасы бойынша изомерлерде 1, 2, 3, 4. Енді мына жерге 10-ы жалғаймын, және де үзіп алған көміртегімді мына жаққа CH3 деп жалғап қоямын. Сонда мында H3, мында 4-еу түгел, мында H, және мында H3 болады. Бірінші көміртегім мынау, екінші, үшінші, және төртінші болады. Сонда атауы 3 метил бутан 2 болады. Карбонил тобының орналасуы бойынша қарастыратын болсақ, онда мысалға тағы да сол пентан 10-ды қарастыратын болсақ, мына пентан 10, СО қос байланыс, бірінші, екінші, үшінші, төртінші, бесінші, H3, мында H2, H2, мында H3 болады. Және де бұған карбонил тобының орналасуы бойынша изомер пентан 10 уже мынандай күйінде болады. Так, мында H2, мында H3. 1, 2, 3, 4, 5. Яғни бірінші жағдайда мынау пентан 10 2 болса, амында пентан 10 3 болады. Тағы да айтып өтемін, класс аралық изомер кетондарға бұл альдегидтер болады. Мына жерде үшінші пункті бар, иә? Және де соңғысы карбон қышқылдарын мына жерге қосып қойдым, алайда бұларды бөлек сабақ ретінде толықтай қарастыратын боламыз. Келесі физикалық қасиеттеріне тоқталатын болсақ, ең бірінші бұл бізде құмырсқа альдегиді, иә? Формуласы HCOH немесе метаналь деп айтқан болатын біз. Өткір иісті газ 40% сулы ерітіндісі формалин деп аталады. Келесі сірке альдегиді, яғни CH3, COH немесе этаналь деп аталады. Өткір иісті сұйықтық суда жақсы ериді. Қараңыз, құмырсқа альдегиді газ болатын болса, сірке альдегиді сұйықтық болатын. Және де бұл жерде үшінші мысал ацетон, яғни бұл кетон, диметил кетон деп атаймыз, немесе пропанон деп атаған болатын біз. Бұл түссіз сұйықтық сумен кез келген мөлшерде араласады. Және де қыздарына тырнақтағы лакты кетірген кезде ашсаңыз бір өзіндік иісі болады ацетонның. Келесі альдегидтер мен кетондардың алынуын қарастыратын боламыз. Ең бірінші әдіс бұл спирттердің тотығу реакциясы. Біздер білетіндей, спирттер біріншілік спирттер болуы мүмкін және екіншілік спирттер болуы мүмкін. Егер біріншілік спирттер тотығатын болса, альдегидтер алынады, ал екіншілік спирттер тотығатын болса, кетондар алынады. Енді осылардың мысалдарын қарастырып көрейік. Біріншілік спирттер тотығып, альдегидтер түзетедік. Бұл не деген сөз? Яғни кәдімгі қарапайым спиртті аламыз. Жақта H2, H3, бұл этанол болады бізде. Тотығу кезінде біз оған мыс оксидін қосамыз. Сол кезде біздерде OH деген этаналь түзіледі. Ал егер мынандай екіншілік спирт алатын болсақ, жақта H3, мында H болады. Бұл бізде пропанол 2 болады. Бұған да купрум оксидін қосамыз. Сол кезде бізде 1, 2, 3 көміртегіміз сақталады, және де бұл жерде карбонил тобы түзіліп, пропан 10 деген альдегид түзіледі. Келесі реакция алкиндердің гидратациясы, яғни бұл атаулы реакция Кучеровтың реакциясы деп аталады. Ацетиленнің гидратациясы кезінде этаналь түзіледі. Яғни ацетилен дегеніміз CH қос 3 байланыс CH болады. Су қосамыз гидратация кезінде, және де бұл реакция сынаптың эквивалентті тұздарының қатысында жүреді. Сол кезде мында 2 көміртек болғандықтан CH3, COH деген этаналь түзіледі. Келесі ацетиленнің гомологтары, яғни ацетиленнен басқа алкиндерді алатын болсақ, пропин, бутин болсын, пентин болсын, кез келгенін алсаңыз, онда
кетондар түзіледі. Мысалға С3H4 деген пропенді алатын болсақ, оған су қосатын болсақ, тағы да реакция сынап тұздарының қатысында жүреді. Онда біздерде міне қараңыз, 1, 2, 3 қой. Мына жақта О деген кетон түзіледі. Бұл кетонның формуласын жинақтап молекулалық формуласын жазатын болсақ, С3H6O болады. Келесі алкиндердің тотығу реакциялары. Этилен тотыққан кезде этаналь түзіледі. Яғни этилен дегеніміз С2H4 болатын. Оған оттек қосамыз. Реакция палладий хлоридінің қатысында жүреді, немесе мыс хлоридінің қатысында жүреді, және 10 атмосфера қысым қажетті етеді. Соның нәтижесінде этаналь түзіледі дедік, яғни CH3COH түзіледі. Ал егер пропеннің тотығуын қарастыратын болсақ, бұл жерде бізде өнім ретінде кетон түзіледі. Мысалға CH3, CH, мына жақта 2 десек, мына жерде қос байланыс салсақ, бұның тотығуы дәл сондай жағдайларда жүреді. Жағдайларын жазбай қоям. Тек қана реакция нәтижесінде ацетон деген кетон түзіледі. Мына жақта H3, ацетонда CO байланысы болады. Ацетон немесе пропанон деп атаймыз. Және соңғы әдісі бұл ацетонды алудың кумолды әдісі. Бұл сатылы реакция. Ең бірінші біз кумолды алу реакциясын жазу керекпіз. Бірақ бұны біз толықтай фенол тақырыбында қарастырған болатынбыз. Сондықтан мына жерге мен бірден кумолдан қалай алынатынын жазып кетемін. Кумол дегеніміз мынандай қосылыс. Мына жақта H болады. Осыған оттекпен тотықтырамыз. Сол кезде фенол түзіледі. Фенол деген мынандай қосылыс. Және де ацетон аламыз. Мына жақта қос байланыс О, мында CH3, мында CH3 болады. Ацетонның басқаша атауы бұл диметил кетон. Осымен алынуының 4 әдісін міне 2-ші, 3-ші, 4-ші қарастырдық. Енді ары қарай химиялық қасиеттеріне тоқталамыз. Ең бірінші химиялық реакциясы бұл тотығу реакциясы. Бірінші ол күміс оксидімен тотығу реакциясы. CH3, COH деген этанальды алатын болсақ, оған күміс оксидін қосамыз. Сол кезде біздерде CH3, COOH деген этан қышқылы түзіледі, және де күмістің тұнбасы пайда болады. Бұл реакция күміс оксидінің аммиактағы ерітіндісінде жүретін болғандықтан, стрелканың үстіне аммиакты жазып қоямыз. Тағы бір мысал қарастырып кетейік осы реакцияға. C2H5 COH деген бір, мына жақта екеу бар, яғни пропан альды алатын болсақ, оған күміс оксидінің аммиактағы ерітіндісін қосқан кезде біздерде мына C2H5 деген бөлігі қалады сол күйінде. Тек мына COH енді COOH болып, бір, мына жақта екеу бар, яғни 3 пропан қышқылына айналады, және де бұл жерде де күмістің тұнбасы түзіледі. Келесі екінші әдіс бұл мыс гидроксидімен тотығу реакциясы. Тағы да сол мысал ретінде CH3COH этанальды аламыз. Мыс гидроксиді эквивалентті. Бұның түсі көк болады, температура қатысында жүреді. CH3 COOH деген қышқыл түзіледі, және де купрум OH бірвалентті болып түзіледі. Бірақ бұл жердегі мыс бірвалентті гидроксиді ары қарай айырылады. Яғни купрум 2O плюс H2O түзіледі. Бұл жерге неге бөлек жазып көрсетіп жатыр? Мына мыс гидроксидінің түсі сары болады. Ал мынау мыс бірвалентті оксиді қызыл, кірпіш түсті қызыл дейді ғой, сондай түс болады. Яғни мынау көк түстен бастапқыда мыс гидроксиді көк түсті болады дедік, қызыл кірпіш түске ауысса, бұл ерітіндіміз бізде альдегид екенін біле аламыз. Бірақ бұл жерде бір ескертіп кететін жағдай, тотығу реакциялары тек қана альдегидтерге ғана тән. Кетондар күміс оксидімен де, мыс гидроксидімен де тотықпайды, бұны есте сақтау керек. Келесі енді нуклеофилді қосылу реакцияларын қарастырамыз. Ең бірінші реакция бұл гидросульфидпен реакция. Яғни тағы да CH3, COH деген
этанолды алатын болсақ, бұған натрий гидросульфидін қосамыз. Сол кезде біздерде мынандай қосылыс түзіледі, күрделі қосылыс. Мына жақта OH тобы болады, мына жақта бір көміртегі болады. Алайда мынау түзілген қосылысымыз, мен жерге көшіріп жазбаймын, ары қарай H хлорды қосамын деп жаза салам, я. Тұз қышқылымен реакцияға түскен кезде CH3, COH альдегидіміз қайтадан түзіледі, және де натрий хлориді, H2O және SO2 газдары түзіледі. Келесі реакция бұл Гриняр реактивімен реакция. Гриняр реактиві дегеніміз R, магний, X деген, бұл жердегі R алкил немесе арил тобы, X дегеніміз хлор, бром, йод, галогендер болады. Осындай күрделі реактив. Бұл жерде реакцияларды толық жазбаймын, жай ғана білу керек нәрсе. Формальдегидтен, яғни метанолдан біріншілік спирт алынады. Ал басқа кез келген альдегидтен екіншілік спирт алынады. Ал кетоннан үшіншілік спирт алынады. Так, кетонды былай етіп жазайын. Және бұдан үшіншілік спирт алынады. Осы ережені біз жатқа білуіміз керек. Және соңғысы бұл тотықсыздану реакциясы, яғни сутек қосу реакциясы деген сөз. Енді мысал ретінде альдегидті алатын болсақ, CH3COH сутек қосамыз, сол кезде біздерде CH3, CH2, OH деген спирт алынады. Ал егер бізде реакцияға CH3, CH3, мына жақта қос байланыс O деген кетон түсетін болса, ол кезде түзілетін спиртіміз екіншілік спирт болады. Мына жақта H, мына жақта H. Тағы да есте сақтайтын мәлімет, егер альдегид болса, онда біріншілік спирт алынады. Ал егер кетон болатын болса, онда екіншілік спирт алынады. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Сұрақтарыңызды комментарийға жазып сұраңыздар. Назарларыңызға рахмет. Келесі кездескенше.